Сәлеметсіздер ме, Ғазиз ана аналар клубының көрермендері? Бүгін сіздерге Ғазиз ана аналар клубының мақсаты мен міндеттерін таныстырғым келіп отыр. Яғни біздің мақсатымыз отбасылық құндылықтарды дәріптеп, ұлттық құндылықтарды насихаттап, қыз балаларды еңбекқорлыққа, тазалыққа үйрету, қыз баланың бойына ұлттық салт-дәстүрді сіңіру, құқықтық сауаттылыққа, белгілі мамандыққа үйрету, рухани жан дүниесін байыту, қазақ аналарының қыз бала тәрбиесіндегі рөлін күшейту. Біздің міндетіміз тәрбиелі, инабатты, білімді, өнерлі, шебер, дені сау, сұлу, еңбекқор, қимылы жеңіл, тапқыр, өзіне өзі сенімді қыз баланы қалыптастыру. Бүгінгі қыз баланы болашақ үлгілі келін, ана қалыптастыруда нәтижелі жұмысты ұйымдастыру. Қыз балалардың қолөнер, аспаздыққа, сұлулыққа қызығушылығын ояту, жеке тұлғаның эмоциялық мәдениетін қалыптастыру, шеберлігін қалыптастырып дамыту. Ғазиз ана аналар клубы мен балауса қыздар клубы Аршалы ауданы, Аршалы кентінің Жұмабек Ташкент мектебінде жұмыс жасайды. Жетекшісі Сембиева Айдана Құрманғали қызы. Осы клубты ұйымдастыруда күтілетін нәтижелер: әр ана өзінің атқаратын рөлін негізінде қыз балалар мынаған машықтанады. Қолөнер жасайды, дәмді тағам пісіреді, денсаулығына күтіммен қарайды, шашын өсіреді, үй шаруасына жақсы меңгереді, құқықтық, ақпараттық сауаттылық артады, білгенін басқа қыздарға үйретеді. Ғазиз аналар клубы әр түрлі номинация бойынша аналарымыз шеберлік сабақтарын өтеді. Олар: Ғазиз анамыз, ақын сазгер, халық ағарту ісінің үздігі, достық орденінің иегері Ұзақбаева Шырынкүл Махамбетияр қызы барлық аналарымыз бен балауса қыздар клубының мүшелеріне өзінің ақыл кеңестерін шығармашылықтармен таныстырып отырады. Шебер анамыз Нұрмағамбетова Гүлзат Мұхамед қызы қыз балаларға ісмерлікке үйретіп, шеберлікке баулып, тігін тігуге, басқа да қолөнер бұйымдарын жасауға үйретіп дамытады. Дәрігер аналарымыз Ахметова Баян Ербол қызы, Құлманова Индира Малқарай қызы, яғни біздің балауса қыздар клубының мүшелеріне, жалпы біздің мектептің қыздарына денсаулықта қалай күту керек, жалпы адам ағзасына пайдалы, зиянды заттарды күнделікті күтім туралы үйретеді. Аспаз анамыз Ибраева Гүлім Сайлаухан қызы. Аспаз анамыз қыздарымызға әртүрлі тағамдардың түрлерін, оның жасалу жолдарын, қаншалықты құрамда қосу керектігін, қамырмен, жалпы ұн тағамдарымен жұмыс жасауды мұқият үйретеді. Ал біздің заңгер анамыз Бүргеғұлова Гүлнара Тұрғынбек қызы. Заңгер анамыз қыз балаларға құқықты сауаттылық туралы, жалпы өмірде күнделікті болып жатқан әртүрлі қоғамдағы құқық бұзушылықтар туралы және өзін өзі қалай қорғау керек, сол жөнінде құқықтық сауаттылық негізінде көп ақпараттар беріп, қыз балаларды үйретеді. Сұлулық анамыз Жексенова Құралай Дастаған қызы. Қыз балалардың шаш күтімін, тырнақ күтімін, жалпы бет күтімін, теріні, денені қалай күту керек, шашты қалай өсіру керек, жалпы сұлулыққа қатысты пайдалы ақпараттарды үйретеді. Тазалық анамыз Өтепбаева Динара Балғазы қызы. Үйді қаншалықты таза ұстау керек, тазалық жасау үшін оның жолдарын, қандай заттар қолдану керек, шаңды қалай сүрту керек деген секілді көптеген тазалыққа қатысты әртүрлі шеберлік сабақтарын өтіп отырады. Балауса қыздар клубы мүшелерінен 21 қыз шеберлікке қатысады. Бұрымды қыз номинациясында кіші топ қыздар мен орта топ, үлкен топ қыздары бар.
Мектебімізде сондай-ақ қыздардың 10 күндігі өткізіліп, ұлттық киім кию, шашбау тағу, шаш өрімі үлгісі бойынша челлендждер ұйымдастырылып отырылады.